Расымен де барлық мақтау Аллаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы, әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен иман кітабындамыз. Бүгінгі кезекте Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып 16-шы хадиске келдік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ан Анасин радиаллаху анху. Анастан, Алла ол кісіден разы болсын, Анин Наби саллаллаху алейхи вассалям қола, пайғамбарымыздың бұлай деп айтқанын жеткізуде. Саллаллаху алейхи вассалям. Саласун ман кунна фихи, ваджада халаватал иман. Кімнің бойында үш қасиет бар болса, яғни кімнің жүрегінде, жан дүниесінде, бойында үш қасиет бар болса, ол иманның тәттілігін сезеді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Осы сөйлемнің өзінің маңызды нәрсесі, иманның дәмі бар, иманның кәдімгідей жан сезетіндей тәттілігі бар. Оны сезу үшін осы хадис бізге сұнғалы тұрған, баяндағалы тұрған үш қасиет біздің бойымызда болу керек екен. Осы үш қасиет болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уәде етіп жатыр. Міндетті түрде иманның тәттілігін сезеді дейді. Мысалы біз көбінесе тамақ жеген кезде тамақтың дәмін сеземіз ғой. Тамақтың тәттілігін сезу деген нәрсе болады. Ол сезім кәдімгідей өздеріміз білеміз. Мысалы біздің біреуіміз кетіп бара жатып, анау жерден бір асхананы көріп қалса, біреуге айтуы мүмкін. Мысалы енді өмірде кездесіп жатқан нәрсе, мына жерге кіріп шығайық, мына жердің палауы тәтті деген. Мысалы болады сондай нәрсе. Мына жердің айранын ішіп көрдіңіз ба? Мына жердің айраны тәтті дегендей, сол кәдімгідей сондай бір сеніммен, сол сезілгендіктен сол тәттілік айтылады. Сосын екінші адам барып, сол жерде оның тәтті екенін сезіп, шынымен де тәтті екен дегендей сезіледі. Не бұл біздің тәнмен сезіліп жатқан Аллах Тағаланың берген жаңағы нығметтердің бірі тек. Енді пайғамбарымыз бізге бұдан да маңыздырақ бір дәмді айтқалы отыр. Иманның дәмі, ол иманның тәттілігі. Осы хадисте иманның тәттілігі деп баяндаса, басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зақа туғмал имани деп келеді, иманның дәмін татты деп келеді о жақта. Олай болса, біз мұмин болғаннан кейін ол иман міндетті түрде осы тәттілікке қол жеткізілу керек. Бізге Алла Тағала 60 жыл, 70 жыл, біреуімізге 80 жыл ғұмыр берсе, мысалы 40 жыл ғұмыр берсе де, осы тәттілікті сезу, ол сіздің ізденісіңізде болу керек. Ол біздің ізденісімізде болу керек. Мысалы өзіңіз қайсы бір күні бір құлшылықта сондай бір ерініп, әйтеуір орындау керек қой, парыз ғой деген мағынада тұрсақ, ол жерде бізде ол бойұсынушылықта, сол амалда жаңағындай бір махаббат жоқ. Мен білем, оны істеу керек, мен сосын істеп жатырмын оны. Мен оны істеу керек екенін білем, ол парыз, оны істемесем күнә екендігін білем. Сол істеймін соны дегендей нәрселер. Бойұсыну жүзеге бір асып жатыр, бірақ ол жерде махаббат болмауы мүмкін. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан бұл ләззат махаббатпен болатын нәрсе. Өйткені келесі сөздерінде Алла Тағала сол махаббат туралы сөйлейді. Енді сол амалдарға, осы иманның тәттілігіне қалай қол жеткіземіз деп пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам ары қарай сұрайтын болсақ, бізге бірінші қасиетті айтады ол кісі. Ан якуналлаху ва расулуху ахабба илейхи мимма сиуахума. Яғни оның жүрегінде, оның жан дүниесінде деп жатыр. Алла және елшісі дейді. Екеуінен басқа күллі нәрседен сүйікті болу керек. Абсолютті түрде, қараңыздар, абсолютті түрде Алла және елшісі бірінші шарты солай екен. Жаңағы иманның тәттілігіне қол жеткізу үшін бірінші шарты Алла мен елшісінің бізге қойып атқан
Алла мен елшісі біздің жүрегімізде екеуінен басқа деп келеді. Екеуінен басқа күллі нәрседен сүйіктірек болу керек. Өйткені тек қана осы махаббат Алла Тағаланың разылығына жеткізетін. Осы махаббат қана таухидтың өзінің ақиқатына жеткендігін білдіреді. Тек осы махаббатпен ғана сіз шын мәнінде тәуелсіз Алланың құлы деген мәртебеге көтерілесіз. Мүмкін емес тәуелсіз құл болу. Қанша жерден Алланың жалғыз Құдай екендігін мойындап, оған басқа бір нәрселерді серік қоспай істеп жүрсеңіз де, егер де Алла мен елшісі күллі нәрседен сүйіктірек бола алмаса, яғни біздің жүрегімізде Алламен және елшісімен жарысатын нәрселер болса, кейде Алла мен елшісінің айтқанын емес, басқа нәрсені таңдап қалатындай халде болсақ, біз айта алмаймыз Алла елшісі біздің жүректе сүйіктірек болды деп. Сондықтан Алла Тағала қараңғылықтардан жарыққа шығарып, сізді азат етіп бастағаннан кейін, сізді шынайы түрде тәуелсіз қылғысы келеді. Ол Алламен байланбайынша, елшісімен байланбайынша жүзеге асу мүмкін емес біздің өмірде. Не үшін? Алла да елшісі де екеуден басқа күллі нәрседен сүйіктірек болу керек біздің жүректе. Егер Алла мен елшісімен жарысатын нәрсе болса жүректе, онда ол серік қосуға ұқсайтын нәрсе емес пе? Осы махаббатты Алла Тағала орнына қойып бергісі келеді бізге. Мысалы, Алла Тағала енді бізді адам қылып жаратқаннан кейін, бізге сол адамға тән өмірді ұйымдастырғаннан кейін, ата-анамыз біз үшін сүйікті адам дейік. Ата-анамызды сүйеміз. Әйеліңізді сүйесіз, әйеліңіз сізді сүйеді дейік. Балаларыңызды сүйесіз. Көршіңізді де сүйіңіз, жақсы көріңіз, туысқандарыңызды да сүйіңіз, ағайындарыңызды да сүйіңіз, сізге жұмыс берген бастығыңызды да сүйіңіз, кәсібіңізді де сүйіңіз, көсеміңізді де сүйіңіз. Яғни кімді сүйсең де, Алла және елшісі солардың күллісінен сүйіктірек болып қалу керек жүректе. Өйткені Алла Тағала оны сынайды. Ол жүректі сынайды сол нәрсемен. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадистерді айтып жатқан кезде, бұл адамдар серік қосып жатқан, неше түрлі мүсінге, пұтқа табынып жатқан, ата-бабаларымызды осы жолда таптық деп, ата-бабаны айтыр, ортаға жаңағындай бір дәлел қылып олар шайтанның үйреткен нәрселерін алға қойып, сол нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дағуатына қарсы қойып, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы шығарып жатқан нәрсе не деп ойлайсыздар? Сол кездегі Меккенің мүшриктері, Араб жазирасындағы мүшриктерді ең хайырлы адамға, Алланың елшісіне, оларға Алланың рахымы етіп жіберілген адамға қарсы қойған нәрсе не? Алладан басқаны сүюлері. Алла деген сөзді айта тұр ауыздарында. Олай болса, Алладан басқа нәрсені сүю ертеңгі күні тозаққа апарғалы тұрған нәрсе болды. Алла Тағала солай түсіндіреді бізге. Бақара сүресінде айтады. Мысалы, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Адамдардың іштерінде Алладан өзге нәрселерді теңеулер, Аллаға тең қылып тұтып жүргендер бар. Сосын сөзді қараңыз. Юхиббунахум. Аллаға тең қылғанда оларды сүйеді дейді. Оларға деген махаббат бар. Қаншалықты дәрежеде? Кахуббилла дейді. Алланы сүйгендей. Негізі Алла сүйілу керек дейді олай. Олар сол нәрселерді Аллаға теңеу қылып сүйіп жүр. Валлазина аману ашадду хуббан лилла. Ал енді иман келтіргендерге келсек, олардың Аллаға махаббат тұрғысынан күштірек дейді. Мүминдерді Алла Тағала қалай ерекшелеп жатыр? Мүмин деген кім? Мүмин деген Алланы қатты сүйетін адам. Алла мен оның жүрегінде басқа нәрсе жарыса алмайды. Ол сол үшін мүмин. Махаббат деген нәрсені біз түсініп кету үшін, құрметті жамағат, мысалы, кез келген жердің бетіндегі елші жіберілуі керек болған, сол бұзылып кеткен уақыт неден пайда болды десеңіздер, соның барлығы Алладан басқа нәрсені сүюден пайда болған. Махаббаттың жолын дұрыс білмегендіктен. Мысалы, Нух пайғамбар жіберілерден алдыңғы уақытқа қарайтын болсаңыз, Нух пайғамбар жіберілерден алдыңғы уақытқа қарайтын болсаңыз, анау адамнан кейінгі ұрпағында Шиис пайғамбардың
Алла тағала оған түсірген қасиетті парақтар, соның ішінде Алланың нұсқаулары, ережелері болған. Сол заманға жеткілікті көрілген шариғат, қысқаша айтқанда. Сол нәрсебен халқын түзеп жүрген 5 салиқалы адам болған. Мысалы, 5 салиқалы адам. Яғус, Яғуқ, Уат, Суақ, Наср деген. Өте таза салиқалы адамдар. Халық сүйді оларды. Қоғамда салиқалы болды. Солардың еңбегін, солардың жаңа өздерінің араларында жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып, өнеге болғандығы бұлардың енді жүректеріне кірді. Сүйді оларды. Оларды сүйді. Кейде адам біреуді сүйген кезде Алланы ұмытып кетуі мүмкін. Қарапайым мысал, менде жұмыс жоқ еді. Бұл кісі мені жаны ашып, жақсы көргендіктен мына кісіге апарып жұмыс тауып берді. Мен бұл кісінің қасында жұмыс таптым да, жақсы болып, жұмыс болып, кәсіпке ұмыттым ана кісіні. Сондай нәрсеге біз кетіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан да кешегі сабақтар Алланың елшісі күллі нәрседен артық сүйілу керек деген кезде келді де аталған мына хадисте өзін бірінші орынға қойды, дұрыс орынға түсініп алу үшін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың елшісінің өзін күллі нәрседен артық сүйген кезде айналаңыздағы сүйіктілерден, оны сол Алланың махаббатына қол жеткізу үшін сүйікті қыласыз жүрегіңізде. Өзінің жеке тұлғасымен емес. Өйткені оны сізге сыйлаған Алла. Сіз Алланы сүйетіндігіңізді дәлелдеу үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда күллі сүйіктілеріңізден сүйіктірек қоя керексіз дегендей. Одан кейін Алланың сізге махаббаты түсу үшін, Алланың махаббатына қол жеткізу үшін да. Сондықтан біз негізгі нәрсені ұмытпау керекпіз. Алла ең сүйілуге лайықты Алла. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды ең сүйікті қылатын себебіміз өйткені тек сол ғана жеткізеді Алланың махаббатын. Қалай сүю керек екендігін көрсете алатын жалғыз кісі, қатесіз, туралықтан ешқашан ауытқымайтын, көңілінен сөйлемейтін тұлға болғандықтан да. Алланың елшісі деген мәртебесі үшін. Міне жаңағы салиқалы 5 адамды халқы жақсы көрді. Сөйтіп Алла тағала сынады, біреу өмірден озды, көңілге қатты тиді. Адам соншалықты дәрежеде көтере алмай қалуы мүмкін ол нәрсені. Қимайсың. Бұл көбінесе қай уақытта болады? Оларды артық сүйіп, Алла үшін сүймегендіктен. Сол жерді шайтан өшіргісі келеді. Жеке өзімен байланысты нәрсе болып қалады да. Сонымен жаңа адамның көңілі түсіп, тамақ ішпей қоюы да мүмкін біреу. Біреу кетті, екеу кетті, үшеу кетті, төртіншісі, бесіншісі дүниеден озады. Шайтан жол таппай жүр ғой, жол таппай жүр. Қалайша мыналарды адастырсам, қалайша бұларды Алладан басқа нәрсеге сыйындырсам, таппай жатыр. Содан жаңағы ақауды байқайды, жаңағы осалдықты байқайды. Олардың көңілі түсіп жаман болып отыр ғой. Сондықтан да онда бұларға барып ой салайын дейді да, ой салады. Қандай ой салады? Бұндай адамдарда ешқашан ұмытылмасы үшін бесеуіне ескерткіш тұрғызу керек. Қараңыз қалай келатыр. Жоқ, ешқандай серік қосу ештеңке жоқ. Бұл жаңа кісілердің ниеттерінде шынымен де ескерткіш қойсақ біраз жүрегіміз тынышталар. Оның үстіне біз ғана танитын адамдар емес бұл. Мына келе жатқан ұрпақ тану керек. Мыналарға көрсету керекпіз. Енді бұл жерден мына нәрсені байқаңыз. Ниет, жақсы ниет тұр. Енді бүгінгі қоғамдағы деңгейді айтқан кезде ниет жақсы. Бүгінгі қоғамның танымына салатын болсаңыз, ниет жақсы. Сөйтіп ескерткіш тұрды. Сөйтіп бұлар балаларына таныстырып атты. Ешкім сыйынған жоқ, табынған жоқ. Арада бір ғасыр, 2 буын өтеді. Сөйтіп шайтан мыналар босқа тұрма деп ойлайсыңдар ма дейді. Олар сендердің аталарың сыйынған нәрселер ғой деген. Махаббатты көрдіңіз ғой, бізде мәселе сүюде болып отыр, сүюде. Сөйтіп жаңағы нәрсеге күллісі сыйынып кеткені соншалық, жаңағы мүсіндерді Құдай деп танып сыйынғаны, жақсы көргені сондай. Нух пайғамбар Алланың елшісі ретінде келіп, ей қауымым, Алладан басқа Құдай жоқ деген кезде қаншама халық Нухқа қарсы шығады. Алладан басқа нәрсені сүйген үшін. Махаббаттың нәрсесін қараңыз. Махаббат Алладан басқа нәрсе қатты сүйілетін болса, Аллаға қарсы шығарып жіберуі мүмкін. Ақырында ол махаббат немен аяқталды? Топан сумен. Бұл махаббат аяқталып тұрған нәрсе, топан сумен. Ойлаңыз, Алладан басқаны сүйгендіктен. Не үшін Алла Тағала Бақара сүресінде солай түсіндіріп жатыр бізге? Адамдардың іштерінде
Алладан басқа нәрселерді сүйіп, соларды теңеу қылып алғандар бар дейді. Сондықтан мәселе жақсы ниетте болып тұр да бұл жерде. Жақсы ниетің ертеңгі келесі буынды үлкен жамандыққа келуі мүмкін. Сондықтан Алла Тағаланы сүю деген кезде, міне, ол күллі нәрседен жоғары дәрежеде тұру керек жүректе. Сол үшін жаралғансың. Бұл оның хақысы. Алла мен елшісі күллі нәрседен сүйіктірек мәртебеге сіздің жүрегіңізде жету керек. Бізді Алла Тағала бақытқа бөлу үшін, өзімізге уәде етілген дәрежелерге, сауаптарға қол жеткізуіміз үшін. Елші қоса аталып тұр. Байқадыңыз. Елшісіз мүмкін емес Алланы сүюді үйрену. Тек қана сол көрсетеді, сол сізге жолды төсеп беретін, қалай сүю керек екендігі. Бұл сол ширк жағдайлары болып жатқан кездерде, мысалы, айтылып жатқан нәрсе. Мысалы, Иса пайғамбар қасындағы сахабаларына, оқиғасына назар аударсақ. Иса пайғамбарды жаңағы дұшпандар өлтіреміз деп, сөйтіп Алла Тағала оны көтеріп әкеткелі жатқан кез болған. Иса пайғамбар аманатты тапсырып кеткісі келіп тұр қасындағы серіктеріне, 12 сахабасына. Сондағы нәрсеге назар аударатын болсаңыз, фәләммә хасса Иса әл-куфр, Иса өзінің мойындалмағанын, өзіне қарай өлтіруге қулық сұмдық ұйымдастырылып жатқанын сезген кезде, Раббысы тарапынан білдірілген кезде, қола мән ансоры илалла, сол кезде айтып отыр. Аллаға қарай мына ісімді жәрдем беріп жалғайтындар кімдер деп, мен кетіп бара жатырмын. Сонда қасындағы сахабалары, жаңа хауарилер айтады, қолел хауариюна нахну ансорулла, біз сенің жәрдемшілеріңбіз. Біз Алланың жәрдемшілері болып қаламыз сізден кейін. Сахабаларына назар аударыңыздар да. Сөйтіп олар не деді? Әмәнна биллахи. Аманатты қабыл алдық, біз Аллаға иман келтірдік. Уашхад бианна муслимун. Сондай-ақ біздің мұсылман екендігімізге куә бол дейді, Исаға айтып отыр. Одан кейін маңызды нәрсені айтады. Кез келген пайғамбардың артындағы ергендер айтқандай. Роббана әмәнна бима әнзәлта. Сөзге қараңыз, я Раббымыз, біз иман келтірдік сен түсірген нәрсеге. Бұл Алланың хақысы. Уаттабағна расуля дейді, және елшіге ілестік. Екі нәрсені байқадыңыз. Енді жаңағы елшіні жақсы көреміз деп біреулер артық кетіп, Исаның сахабаларында қалай басталды? Міне, Алла саған иман келтірдік, елшіңе ердік, түсіргеніңе иман келтірдік. Алайда кейін, енді бүгін насаралық дінге қараңыз. Иса қандай дәрежеге дейін сүйіліп кетті, Құдайға айналып кетті. Исадан басқа өздерінің діндеріндегі әртүрлі ғалым салиқалы адамдарына дейін құдайларға айналып кетті. Шіркеулерінде солардың суреттері тұрады. Бұл жердегі өте маңызды нәрсе, махаббат деген нәрседе. Алла мен елшісі күллі нәрседен сүйіктірек болу керек. Бұл не үшін айтып жатырық біз, мысалы? Біздің біреуіміздің жаңағындай, мысалы, тәрбиелеп жүрген біреу болуы мүмкін. Біреуге жаңағындай біреуді шейх тұтып жүруі мүмкін. Біреудің фатуасымен ғана өмір сүріп жүруі мүмкін. Біреу содан басқа ешкімді тыңдамауы да мүмкін. Сондай бір жағдайлар бар. Бұл да махаббат. Бірақ сіз біліңіз, Аллах елшісінен басқаның бәрі қателеседі. Яғни сүй шейхіңді. Ниеті жақсы да болған шығар. Бұл айтып отқан нәрсеміз бүгінгі күні мына Имам Бухаридің кітабынан беріп отырық қой біз. Имам Бухарида осы сахих кітабын жинауға не алып шықты деп ойлайсыздар? Хадисті жақсы көруі ме? Хадисті жақсы көру емес. Өзінің көрген түсінде баяндалады. Мен түс көргем дейді Имам Бухари. Пайғамбарымыз салсырамды көрдім дейді. Сөйтіп қолында бір орамалым бар екен. Пайғамбарымыздың дидарын жаңағы орамалмен желпіп қорғап жатыр екен дейді. Сосын түс жоритын салиқалы адамдардан сұрағанда, Алла елшісінің сүннетін күллі дұрыс емес нәрселерден қорғайтын адам боласың дейді. Мынау бірінші сөйлемнің нәзік мәселесі бар. Көп түсіне бермейміз біз. Өте нәзік мәселесі бар. Бүгінгі Інжілге қараңыз. Інжілде Исадан айтылған сөз таппайсың. Бір аятының мүмкін бір басында тұрған шығар. Ішінде Исаның атынан söyленген нәрселер тұр, өтірік. Ойла, Иса мүлде сөйлемеген нәрселер тұр. Тәураттың ішіне кірсеңіз де сол. Енді Құранда Раббымыз сақтаймыз деді, өзі уәде берді. Ал сүннет ол Құранды түсіндіретін рухы Құранның.
онсыз мүмкін емес бұл Құранды толық түсіну. Ол оның іс жүзіндегі іске асырылу үлкен нәрсе ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірі сол үшін сүрілген. Олай болса ол өмірді сақтау керек. Ал ол өмірді ертең бізге бір буыннан бір буын жеткізеді. Сондықтан ол жеткізілген кезде жаңағы Исаның атынан өтірік сөйлегенде жеткізіліп кетсе ше. Бұхаридің заманында Алланың елшісінің атынан сөйлеген қаншалаған ойдан шығарылған хадистер жайылып кеткен елде. Ойлаңыз. Соның бәрін сұрыптау керек болды. Имам Бұхари соны 16 жыл жинайды екен. 16 жыл сарп етіледі осыған, өзіңіз ойлаңыз. Әрбір хадисті, мына жерде біз қазір оқып отырық. Әрбір хадисті сұрыптаған кезінде ғұсылын құйынып 2 рәкағат намаз оқығаны бар. Содан кейін барып мынаны Алланың елшісінің атынан деп жазуға. Кейбір хадистердің бір сөзіне, бір аятқа бір түсіндірме жазғысы келген кезінде, жаңағы сөздің мағынасын түсіндіргісі келген кезде, бір хадистің ішіндегі бір сөйлемнің мағынасын түсіндіргісі келген кезде, пайғамбарымыздың қабірі мен мінбесінің арасында отырдым дейді. Пайғамбардың мешітінде Құдай сақтасын мені деп қатеден. Өзіңіз ойлаңыз. 2 рәкағат оқып барып бірақ жаздым дейді. Сонда бұл адамды не үшін жібереді Алла Тағала? Сүннетті қорғау үшін. Өйткені сүннетке қосылып кеткен нәрсе өте көп. Сіз білсеңіз қаншалаған ойдан шығарылған хадистер бар. Қаншалаған негізі жоқ хадистер бар. Қаншалаған өте құлдырап тұрған әлсіз хадистер бар. Бүгінгі күні де өзіңіз WhatsApp'та, интернетте таралып жатқан бір нәрсе хадистер болуы мүмкін. Пайғамбарымыз оны ешқашан сөйлемеген. Ал сіздің махаббатыңыз пайғамбарымызға деген пайдаланды ма, пайдаланылған жоқ па? Сіз жанағыны ойлап, көзіңізден жас шығып, пайғамбарды сүйгендіктен сіздің сезіміңізді пайдаланды ма біреу? Қалай болса, бұл Алланың елшісі деген ол білім. Ол білім сұрыпталған білім болу керек. Мен Алланың елшісін сүйгенде де дұрыс сүю керекпін оны. Өзінің шын мәнінде жеткізген білімінің негізінде. Одан кейін имам Бұхариден кейін Муслим шығады, тағы басқа мұхаддистер шығады. Осылардың барлығы жаңағы сүннетті сұрыптап, тап-тазасын сіздің санаңызға кіргізу үшін. Әйтпесе не керек ол еңбек онда? Өзіңіз ойлаңыз. Біреу 16 жыл мынандай нәрселерді сұрыптайды екен. Жалғыз бұл кітап емес, жағы мысалы бұдан кейінгі Сахих Муслимді айтып отырық, басқа хадис кітаптарында айтып отырық мысалы. Бұлардың барлығы сізді адасудан, бізді адасудан, қателіктен, құр сезімге беріліп, әр нәрсеге амалды негіздей бермеуден сақтау үшін істеліп отқан білім ғой. Сондықтан ол сүйгенде де, ол махаббат шынайы осындай білімге негізделу керек. Өйткені Алла және елшісі екеуінен басқа күллі нәрседен сүйіктірек болу деген кезде де ол Құран мен сүннет қой асылы қазір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бізге қазір таныстырып тұрған нәрсе не? Сүннеті ғой. Ал енді жаңағындай ойдан шығарылған хадистер пайғамбарымызды басқаша танытып жібереді ғой бізге. Ал сіз сезгеннен кейін, оны не үшін айтып отырмын мен? Өйткені сіз бір шейхті сүйсеңіз, қол тапсыруға дейін барсаңыз мысалы, ода жаман ниет болмауы мүмкін, ол білмеуі мүмкін, ол хадистің ойдан шығарылғанын. Білмеуі мүмкін. Тек қана пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ғана көзіңді жұмып тұрып, ешқандай сұрақ қоймастан, ешқандай түсіндіру сұрамастан ере берсеңіз болады. Сол үшін Алла және елшісі деп отыр. Одан басқа адамдарда ондай құқық берілмеген. Ешкім, ешбір ғалым ондай құқықты өзіне қойамайды. Сондықтан да бұл адасып кетпеуіміз үшін күллі нәрсені Алла мен елшісін сүйген кезде сол сүюдің өзінде қателесіп кетпес үшін, ертеңгі бір амалдарымыз зая кетіп қалмас үшін. Мысалы, Меккенің жағдайына пайғамбарымыз пайғамбар болып жіберілерден шамамен енді бір 3-5 буын. Пайғамбарымыздың жаңағы Қусай деген атасына қарай билік, Меккенің билігі қолына келгенге дейін, оның алдында Хузаға деген ру билеген. Мысалы, ол 3 буын, 3 ғасыр дейік. Солардың атасы ең бірінші Меккеде солардан Хузағалықтардан билеген Амру ибн Лухай деген кісі болған мысалы. Не үшін айтып отырық оны? Амру ибн Лухай деген кісі, ол кісінің бойынан шыққан, жасалған қайырымдылықтар ешкім жарсамаған ол кісімен. Меккедегі Қағба әл-Харам мешітін таза ұстау,
Қажылар топырлап келген кезде қажыларды көркем мінезбен қабылдау. Сіз ойлаңыз. 10 мың, 20 мың түйеге дейін сойып тастайтын. Қажылардың азығы, жай жағдайы, сумен қамтамасыз етілуі, әдемі қарсы алынып, әдемі шығарып салулары, әлеуметтік жағдайлардағы қайырымдылық істері, пақырды тамақтандыру, киіндіру деген нәрсе биледі халықты. Халық сондай дәрежеде өзіне қожамыз деп көтерді, мырзамыз. Енді оның ар жағын қараңыз. Сүйдің оны, сүйдік халық ретінде оны. Сонда тарих кітаптарында айтады. Қажылық жасап жүрген кезі болды. Қажылық жасап жүрген кезінде ләббайк Аллахумма ләббайк деген сөзді білесіздер. Мысалы, әміріңе ләббай, міне. Я Алла, ләббайк ла шарика лака ләббайк. Сенің серігің жоқ, әміріңе құлдық, я Алла деп келе жатқан кезде, қасында ақ сақалды аппақ киімді бір кісі қоса жаңағы нені айтып бара жатады. Сөйтіп бұл кісі ләббайка ла шарика лака деген кезде анау кісі айтады: илля шарикан хуа лак дейді. Ана кісі ақ шайтан. Шайтан әдемі түрде келді. Біз көзімізге әрбір көрініп атқан нәрсені де солай бір керемет нәрсе, Алладан келіп атқан нәрсе деп жори беруіміз де мүмкінбіз. Сонда жаңағы сөзді қараңыз. Бұл кісі келіп келе жатыр, Амр ибн Рухай. Сенен басқа сенің серігің жоқ, я Алла деген кезде, тек өзіңе серік қып таңдаған серікті айтпағанда дейді ана кісі. Сөйтеді, не айтып кеттің сен дейді оған. Онда тұрған еш нәрсе жоқ, егер де аяғын былай аяқтасаң дейді. Тамликуху ва ма малак. Ол серігіңді де, серігіңдің еліңдегі нәрсені де сен ғой билеушісі деп аяқтай салсаң болды дейді. Қанағаттандырды, бітті, басталды, бір сөз қосылды. Шам елдеріне барады, о жақтан бір үлкен, ана жақта сиынып жүрген мүсіндерді көреді. Наларың не? Енді батыстың, шығыстың мәдениетіне танысып жүрген адамдарымыз бар ғой. Мысал ретінде, мынаны не үшін ұстап жатсыңдар? Бұл жаңбыр жаумаған кезде осыдан сұраймыз, жаңбыр жауып кетеді. Бір жәрдем керек болып отқанда сұраймыз, жәрдем келе қалады. Біз де Қытайға барамыз, мынау бақа не істеп тұр? Бұны кабинетіге қойсаң, ақшаң көбейеді. Мынау не істеп тұр? Мынаны бірдеңеге байлап қойсаң, керемет болады. Сөйтіп келе береді. Келді, жаңағы нәрселер келіп жатыр. Енді ол бер жағы ғой. Ар жағы жаңағы кісі, халық аузы қисық болса да байдың баласы сөйлеген дегендей, қандай бір жаңалық әкеледі, дінге айнала береді ғой. Жаңалық әкеледі, дінге айнала береді. Сөйтіп пайғамбар салам келген кезде быт-шыт болып тұрған нәрсе. Иман, ғибадат, күллі нәрсе ауытқып кеткен. Тіпті Исмаил пайғамбардың ұрпағы болса да, пайғамбарымыздың алдындағы аталары бар ғой. Қусай, ешкім ештеңе жөндей алмайды. Сол ата бабамызды осы жолда таптық деген кезде, 3 ғасырдың ішінде Амр ибн Рухайдан бері өзгеріп кеткен нәрсе, нәрсені қараңыз, ол 3 ғасырда өзгерді деп санамаған олар. Ибрахим атадан келе жатқан жол деп. Көрдіңіз бе? Сондай дәрежеде. Сіз де білмейсіз, кеңес үкіметі кезінде жалғыз ол кеңес үкіметінің айтқан нәрсесі емес, өз дәстүріңнің ішіне қосып жіберген нәрселер бар. Сенің дәстүрің деп. Қазақ осындай болған деп. Сен о заманнан келатыр деп сенесің болып қойғансың оған да. Мүмкін емес ол деген. Ол анау заманнан емес, кеңес үкіметіндегі кинодан қосылған нәрсе ол. Көрдіңіз ғой? Сондықтан да осындай нәрселерде елшінікі ғана таразыдан өткізілмейді. Елшіден басқа нәрселердің таразыдан өткізілу керек. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху сүйгеніміз ол оның сүннеті арқылы, оның шын мәніндегі таза сүннеті, сол сіздің амалыңызды күллі қатеден сақтайтында. Жаңағы нәрселерді айтып отыр қой. Жаман ниет жоқ. Жаңағындай әлсіз хадистер қосылып кеткеннен кейін, ойдан шығарылған бір хадистер қосылып кеткеннен кейін, менің шейхім соны айтып отыруы мүмкін маған. Ода жаман ниет жоқ, ол оны білмеуі де мүмкін. Жақсы көр шейхіңді. Бірақ енді сол жаңағы ойдан шығарылған хадисінде жалғаса берме. Сонда сен шейхіңді жақсы көруің, қиямет күні оны жауапкершіліктен құтқарасың. Әйтпесе қияметте ол шейхіңнің жағасынан ұстайтын сен боласың. Сен емес па мынаны істе дегендей. Ол қиямет деген солай сілкіндіреді, солай дірілдетіп жібереді. Бәрін жабатын адам керек болады. Сол күні махаббаттың көкесін көресің. Сондықтан да қиямет күні сізді құтқаратын махаббат ол Алланың елшісін күллі нәрседен артық сүю. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху қараңыз бізге қандай ескерту айтып жатыр. Қиямет күні мен сендерді өзімнің хауызымның қасында қарсы аламын дейді. Біз пайғамбарымыздың хауызына иман келтірдік.
соның басында мен сендерді қарсы аламын дейді. Ал сол жерде мен сендерді қарсы алғанда менің қасыма келген адам ана хауыздан сусындаған кезде ол ешқашан шөлдемейтін болады дейді. Сөйтіп мен өзімнің үмбетімнің адамдарын сол жаққа қарай қабылдап тұрамын дейді. Бір кезде бір адамдар менің үмбетімнен келе жатыр, мен оларды танимын, олар мені таниды дейді. Қараңыз. Сөйтіп менімен олардың арасына бөгет қойылады да маған қарай өтемейді дейді. Хауызға қарай. Ол біз бен сіз болуыңыз мүмкін. Бөгеттің артында қалып қойдық. Біз ойлаған жоқпыз бізге ондай қиямет ондай болады деп. Біз ойладық пайғамбардың қасында боламыз деп. Қауіпті нәрсе. Сонда жаңағы бұлар менің үмбетімнің адамдары ғой деп пайғамбарымыз рахым пайғамбары ана бөгет неге қойылды деп періштелерге қарай айтып отқанда, періштелер айтады, сен білмейсің бұлардың сенен кейін дінге қандай өзгерістер әкелгенін дейді. Көрдіңіз ғой? Сол өзгерістердің негізінде иудаизм пайда болған. Әйтпесе мұсылман еді олар басында. Сол өзгерістің негізінде насаралық қаншалаған ғасырларға созылып жатқан дін пайда болған. Олар да мұсылман еді о баста. Сондықтан да бізде жаңағындай дінге неше түрлі өзгерістер әкеп қоюымыз мүмкін. Біреуді пайғамбардан артық сүйіп, немесе пайғамбар айтпаған нәрсені сүйіп, пайғамбар айтты деп. Сонда пайғамбарымыз салсам жаңағы жерде бұл менің үмбетімнің адамдары ғой деген кезде, сен білмейсің бұлардың сенен кейін қандай өзгерістер әкелгенін дінге дейді. Сонда пайғамбар салсам сөзіне қараңыз. Сіз сол сөзіне қараңыз. Менің дініме өзгеріс әкелгендерді аулаға кетіңдер дейді. Осы сөзді есту қаупі бар адамның қияметте. Сондықтан қара, адам өзінің сүйген досының дінінде дейді пайғамбарымыз. Не үшін айтып жатыр ол нәрсені? Қара, жақсы көр шейхіңді, жақсы көр досыңды, бірақ ұсынып атқан нәрсесі шынымен де пайғамбар айтқан нәрсе ме? Істеп жүрген нәрсесі шынымен де пайғамбарымыз істегендей нәрсе ме? Оған бәрібір деп қарамаңыз, Алла рахымды деп. Жақсы ниеттерден кейін пайда болған 1-2 ғасырдан кейін адасулар есіңізде болсын. Жақсы ниетті адамдардың жақсы ниеттерінен кейін пайда болған жамандықтар. Сондықтан әрбір жақсы ниет ол Алла мен елшісінің айтқан нәрсесіне қайшы келіп жатқан нәрсе болса, ол үлкен жамандық әкеледі болашақта. Сондықтан Алла тағаланы күллі нәрседен артық сүюің ол Құрандағы үкімдері. Пайғамбарымыз саллаллаху күллі нәрседен артық сүюің ол сүннетіндегі үкімдері, жолы көрсетіп кеткен. Өйткені біздің сүйіктілеріміз бар, жаңа айттық. Ата анаңды сүй. Бала мынаны былай істеу керек деп атқан болса, анашым, әкешім, міне пайғамбарымыз былай деп айтқан екен, Алла Тағала Құранда былай деп айтқан екен, ренжімеңіздер, бұл нәрсені істей алмаймын. Болды. Осы сүйіктірек. Атаң айтса да солай. Жақсы көр атаңды, бірақ одан сүйіктірек бар екенін ол кісі де білсін. Досың бар міне. Жүр анда барып қайтайық дегенде. Жоқ, қайтамаймын дегендей нәрселер. Балаң, кеше айтып отырық. Балаңның өзін күллі нәрседен әйелің ба, тіпті көсеміңді ел басыңа дейін сүй. Бірақ Алла мен елшісі айтқан нәрсеге қайшы нәрсені айтып қалса, ренжімеңіз. Болды. Өйткені ол екеуінің орнын ешкім баса алмайды біздің жүрегімізде. Алла мен елшісінің орнын ешкім баса алмайды, ешкім жарыса алмайды. О жерге қорықпаймын деп эмоция көрсету қажет емес. Ол сүйікті болып қалу керек. Сүйіктірек болып қалу керек, болды. Міне сол кезде біздің амалдарымызға жаңағы иманның тәттілігі деген нәрселерді Алла Тағала нәсіп еткен болуы мүмкін. Одан кейін бізге мысалы ұсынылып жатқан нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху айтады: "Ван юхиббал мар'a ла юхиббуху илля лилlah". Күллі махаббат сезімдерді дұрыс орынға қойып бергісі келіп тұр ғой. Екінші қасиеті, біреуді сүйсе дейді. Бір адамды сүюі, бірақ оны тек қана Алла үшін сүюі дейді. Қараңыз, мақсат, сүюдегі мақсатың не? Мысалы ата-анаңды сүйесің. Бұрын ата-анаң болғаннан кейін сүюші едің. Енді пайғамбарымыз не дейді? Алла үшін сүй дейді оны. Әйеліңді сүйетінсің. Әйеліңді сүйе бер дейді. Бірақ Алла үшін дейді. Балаңды да сүй, бірақ Алла үшін. Қасыңдағы досың, бәленбай жылдан бері дос бол, сүйе бер, бірақ Алла үшін.
күллі нәрсені пайғамбарымыз қойып тастағысы келіп тұр. Сүйіктілеріңнің бәрін Алла үшін сүйесің дейді. Осы нәрсе заң болу керек жүрегіңізде. Ол не? Өйткені дін деген насихат, құрметті жамағат. Біз бір-бірімізді Алла тағаланың разылығы үшін, Алла үшін сүйеміз. Мысалы, сізге біреу жұмыс тауып берсе де, мен оны Алла үшін сүйемін. Оған алғысымды білдіремін, оны ұмытпаймын жақсылығын. Алла үшін сүю деген нәрсе бізге ең пайдалы бір мағынасы. Мына кісіні сүйдім ба мен бұл кісіден маған жақсылық келіп тұру үшін сүймеймін. Алла үшін сүю деген сол. Сондай-ақ бұл кісіден күндердің бір күні маған зиян тиіп кетпесін деп сүймеймін. Мен Алла үшін сүйем. Болды. Күндердің бір күні ол кісіден зиян тиіп кетуі мүмкін. Сол зиян тиіп кеткен кезде мен Алла үшін сүйгендіктен мен оған ренжімеймін. Мен өйткені ол маған зиян тигізбесін деп сүйіп жүрген жоқпын. Осылай сүйлу керек өз өмірде. Сондай-ақ бұл кісіден маған бір пайда жетіп тұрсын деп сүймеймін. Маған керегі жоқ ол кісіден ешқандай пайда. Мен тек ол кісінің мен мұсылман екендігіне қуаныштымын, болды. Алла жақсы көр дегеннен кейін мен оны жақсы көремін деген нәрсе. Баламды Алла үшін сүйем. Сол себептен таңғы намазға оятып отыр. Балам, тұр, дәрет ал. Алла үшін. Алла оны маған берген. Не үшін Алла үшін сүйем? Алла оны маған берген. Құр жай берді ма? Жоқ, оны адам қыл деп берді. Қиямет күні мынаны сау күйінде алып кел деді маған. Адасып кетпесін мынау. Мынаны толық мұсылман қылып алып кел. Сол үшін сыйладым. Жалғыз өзіңнің сауабың жетпей, мынаның амалдарының күллісінен сауап жинап байып ал қиямет кетіп. Бұдан ұрпақ тарап жатса, ол да солай жалғаса береді дегендей нәрсе. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге мынандай бір хадисінде айтады да: "Мән ахабба лиллахи", кімде-кім Алла үшін сүйсе, нені сүйсе де, "Ва абғада лиллахи", Алла үшін жек көрсе, тіпті жек көруінің өзін атаған не деп жатыр? Мен басқару керекпін дейді. Сенің нәпсіңде үлес жоқ дейді өзде мұъмин болсаң. Мұъмин болмасаң өзің біл. Кім Алла үшін сүйсе, кім Алла үшін жек көрсе, "Ва ағата лиллах", кім Алла үшін берсе, біреуге беріп атқан кездің өзінде. Қазір оған мысал келтіреміз. Кім Алла үшін бермей қалса, "Ва анкаха лиллах", тіпті некенің өзін айтады. Кім Алла үшін некелессе дейді, қараңыз. "Уажада тоғмал имани", иманның дәмін татады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сол секілді ғұламалар қосады. Бұл ары қарай жалғаса береді дейді жаңағы сөйлемдер. Егер біздерге мүмкіндік берсеңдер дейді ғалымдар. Қандай деген кезде кім отырса, Алла үшін отырса, отырған кезіңде де бір жерге мансапқа отырасың ба, жоқ, төрге отырасың ба, бір қонаққа шақырылғанда да, кім Алла үшін тұрса, кім Алла үшін сөйлесе, кімнің сөйлеуі де Алла үшін болса, кімнің үндемеуі де Алла үшін болса, біреуге ренжіп үндемеу деген біздің мінезден емес екен. Біз үндемесек Алла үшін үндемей отырмыз. Пайғамбарымыз кімде-кім сөйлесе, жақсылық сөйлесін, әйтпесе үндемесін дегендей. Кім жегені Алла үшін болса, ойлаңыз қандай нәрсе. Ішкенің Алла үшін болса, осындай дәрежеге дейін реттеуге тырысқан салиқалы адамдар бұрын. Біреуді сүйдің ба, тек Алла үшін ғана сүй дейді. Мысалы хадистің өзін былай тікелей аударатын болсаңыз жаңағы сөйлемді. Біреуді сүйсе, Алла үшін ғана болмаса, басқа себеп үшін сүймейді дейді. Осылай келтірілгенде сөйлем. Басқа нәрсе үшін сүймейді дейді оны. Алла үшін сүю. Мысалы қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның біз үшін сүйіктірек болуы деген нәрсеге бір мысал келтірейік. Нәпсіңнен де сүйіктірек деген нәрседе енді Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір топ сахабалармен отырады. Топ сахабалармен отырған кезде Абу Бакр бір кісімен сөйлесіп тұрады осылай. Пайғамбарымыздан жеткен сенімді хадисте. Сонда әлгі кісі Абу Бакрге ренжітетін сөз айтады. Тіл тигізеді. Абу Бакрге қатты тіл тигізіп жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакрге өстіп қарап тұрады. Абу Бакр үндемейді. Хадисте солай келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакрге сүйсініп жымиды дейді. Істеп атқан ісіне. Үндемегені сүннет. Пайғамбарымыздың жолына сай. Әлгі кісі екінші мәрте ауыр сөз айтты дейді. Абу Бакр тағы да үндемей қалды дейді. Пайғамбарымыз тағы жымиды дейді. Бір кезде ана кісі үшінші рет ауыр сөз айтқан кезде Абу Бакр өзін қорғады да сондай сөз айтып оның аузын жауып тастады. Енді Абу Бакрдың орнында өзіңізді көріңіз. Енді біз бен пайғамбарымыздың арасындағы оқиғаны, осы оқиғамен салыстырып отырайық. Мысалы,
біздің біреуімізде кеше немесе алдыңғы күні сондай оқиға болған болуы мүмкін, мысалы. Бірақ бізге бәрібір болған болуы мүмкін. Жаңағы оқиға. Енді мына жерде қараңыз да. Алланың елшісі сүйіктірек деген нәрсеге қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху орнынан тұрды да кетіп бара жатыр дейді. Абу Бәкір қарап қалды, жүрегі дүрс-дүрс соғып кетті. Алланың елшісі түріне қараса, пайғамбарымыз ашулы екен кішкене. Қуып жетті Абу Бәкір. Алланың елшісі, жаңа ол мені қатты тіл тигізіп, мен үнсіз тұрған кезде сіз отыра берген едіңіз. Қашан мен оған жауап қайтарып, аузын жауып тастаған кезімде тұрып, ашуланып тұрып кетіп бара жатырсыз деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады: сен үнсіз тұрған кезде менің көрген нәрсем дейді. Алла тағала көктен періште түсірді де әрбір кісіге жауап беріп тұрды дейді. Өтірік айтпа деп. Қараңыз, қашан сен өзің жауап бердің, шайтан түсті дейді ана жерге. Білесің ғой, шайтан отырған жерде мен отырмаймын дейді. Алланың адал құлы дегенді көрдіңіз бе қандай? Не үшін сүйіктірек болу керек? Ал біз отыра беруіміз мүмкін, ана екеуі таласып жатқан. Сен не үшін сүйікті болу керексің анда? Не үшін сүйікті болу керекпіз біз? Біреу ғайбат айтып отқан кезде қасында, солай ма деп отырсақ, пайғамбарымыз салсам тұрып кетіп қалады. Ол Алланікі, ол сенікі емес, ол мүлде. Есіңде болсын. Сен оның артына еру арқалағана оған ілесесің. Ол мүлде сен көңіл қалауыңа қарай жүрмейді. Ол ондай оңай пайғамбар емес ол. Алланың рахымы деген ол жалпы құтқару мағынасында сіздің жан дүниеңіз үшін күллі сіздің дүние мен ақыреттік пайдаңызды уайымдап келген кісі екен. Алайда жаңағындай жағдайларда біз пайғамбарымыздан алшақтап қалғанымызды түсіну керекпіз. Сонда Абу Бәкірге айтады: Абу Бәкір, біл дейді, мен саған бір ақиқатты айтайын дейді да. Ол қайсы бір адамға осындай бір зұлымдық жасалса дейді, сосын ол Алла үшін үндемесе дейді, Алла оның абыройын арттыра береді дейді. Алла үшін сүюдің мағынасы қандай? Біріншіден, мен ол кісіден пайда күтпеймін. Екіншіден, ол кісіден зиян текпесе мен сабыр етемін. Мен бір жасаған жақсылығымды бетіне баспаймын. Мен бұны білгенде деген нәрсе ол Алла үшін емес, ол босқа заяға кеткен махаббат, жақсылық есіңізде болсын. Мұсылман болсаңыз да тәубаға жылап өкіріп, одан кейін қайталамайтын болсақ, бәлкім Алла ол амалды жоймайды. Ал енді айызымды қандырдым, айтатынды айттым дейтін болсам, ол амалдан түк жоқ деп есептей беріңіз. Өйткені Алла үшін деген мағына өте үлкен мағынада. Алла үшін ғана сүю керексің адамды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: біреуді қатты сүйме дейді. Өйткені одан саған бір жамандық тиіп қалса бір күні, сен оны енді жақсы көреме қаласың дейді. Яғни Алла үшін сүй дегені ғой. Біреуді қатты жек көрме, одан саған жақсылық келсе сүйе алмай қаласың дейді. Осы мақсатты, махаббаттағы мақсатты пайғамбарымыз бізге реттеп беріп жатыр. Мысалы, Абу Бәкір радиаллаху анхудың оқиғасына қарайық тағы да. Абу Бәкір радиаллаху анху өзінің қызы Айшаға, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жары, Алла разы болсын, әкесінен де қызынан да. Сонымен оларға жала жабылған кезде кейін Айша анамыз айтады: Алла тағала мені ақтайтын аяттарды түсірген еді. Ол оқиғаға дейін Мистақ деген кісіге Абу Бәкір нафақа жұмсап тұратын еді дейді. Ол бір жағынан туысқан еді дейді Абу Бәкірге. Екіншіден ол пақыр адам еді дейді. Сондықтан Абу Бәкір оған нафақа бөліп тұратын дейді. Ал қашан жаңағы оқиға болған кезде мені ақтайтын аяттар түскеннен кейін Абу Бәкір ант етті дейді: енді бұл Мистаққа еш нәрсе жұмсамаймын, Айшаға қатысты айтқаннан кейін. Екі нәрсені байқаңыз. Біріншіден, Мистақ мұсылман. Екіншіден, ол хижрат жасап көшіп келген сахаба. Ол үлкен қателікке ұрынды. Адам қателікке ұрынуы мүмкін. Және қателіктің мына жердегі түрін қараңыз. Енді отбасыңызға байланысты өте бір үлкен іске араласып кетті да. Өте үлкен жамандық әкелді десе болады дегендей. Жала жабылды да, тап-таза пайғамбарымыздың жұбайына. Ол Абу Бәкірдің қызы. Абу Бәкірдің орнына өзіңізді қойыңыз. Біріншіден, қыз сіздікі. Қызыңызға тиді да, зиян тигізді. Өте үлкен зиян тигізді. Жала жабылды. Айша анамыз ауырып қалды, қиналды. Жақсылық жасап жүрген адамың, екінші нәрсені қараңыз. Жақсылық жасап жүрген адамың. Үшіншіден, әке ретінде бұдан намыс тұрды Абу Бәкірде. Енді Абу Бәкір былай деп айтады: ант етейін дейді. Енді бұл Мистаққа ешқашан еш нәрсе жұмсамаймын, нафақа бермеймін. Біз бағанағы Амр ибн Лухайдың артынан еріп кете жаздаған сияқты, халық сияқты, әйтеуір
Абу Бакыр дұрыс айтты деп 100% бәріміз сол кісіні қоштайтын едік. Дұрыс па? Дұрыс Абу Бакырдікі. Қаншама жақсылық жасаған ол кісі. Содан кейін барып бұл оның қызына сондай жала жапты. Жердің бетіндегі сот Абу Бакырды жақтап отыр. Дұрыс деп жатыр Абу Бакыр. Дұрыс. Біз де сөйтіп айтар едік. Құранда бір аят түспегенде. Біз біреуді сүйгенде басқаларды ұмытатын халықпыз. Адам баласын айтам. Мына кісіні сүйдің ба? Ананы танымайсың болды. Бәрін бірдей сүйе алмайсың. Ол иман емес ол. Бос нәрсе ол. Ол әлсіздік. Ұнаған нәрсені сүйіп, Құдай үшін, Алла үшін сүю керек әркімді. Сонда Абу Бакыр мен ешқашан оған бермеймін деген кезде Нұр сүресінде сондай бір аят түседі. Ла я'тали улул фадли минкум вассаға. Алла Тағала сендердің қайсы біреулеріңе кеңшілік, молшылық, дәулет берген болса, ол ант етпесін. Айюту улил қурба вал масакина вал мухаджирина фи сабилилlah. Жақын туыстарына, міскіндерге, Алла жолында көшіп келгендерге бермеймін деп ант етпесін дейді. Қараңыз. Бүкіл жердің бетіндегі сотты не нәрсеге шығарды Алла Тағала? Нөлге шығарды. Абу Бакырден қате тапты. Қате табу деген бағана нәрсені айтып отыр. Біз біреудің бетіне басу үшін қате табу емес. Бізде сондай нәрсе бар. Менің ұстазым, менің шейхім қателесуі мүмкін емес. Басқаныкін тыңдайтын болсам, бірдеңке болып қалуы мүмкін деген нәрсе. Жаңағы кісілер де сол пайғамбарымыз саллаллаху біз аталарымызды осы жолда таптық. Мүмкін емес аталарымыздың атасы. Қайта сен бір нәрсені әкеп тұрсың бізге. Көрдің ба қандай дәрежеге дейін соқырланып кетуіміз мүмкінбіз. Мына жерде де сол. Біз қате таппадық Абу Бакрден. Алла тапты. Көрдіңіз ғой, қалай үйретеді Алла. Қанша тазалансаң да қатеден бәрібір тау болады. Тек Алланың жасыру рахыммен жүрген жандарымыз, құрметті жамағат. Сондықтан Абу Бакрге сондай нәрсені айтып жатыр. Ант етпесін, өзіне кеңшілік, дәулет берген құлдарымыз пақырларға, міскіндерге, жақын туыстарына, жаңағы Алла жолында көшіп келгендерге енді бермеймін деп. Аля тухибуна яғфираллаху лакум. Аятқа қараңыз. Сонда сендер жақсы көрмейсіңдер ме? Сонда сендер сүймейсіңдер ме не? Алланың сендерді кешіруін деп айтылады аятта. Қараңыз. Сен біреуді кешіре алмайым деп тұрғанда, саған қайдан кепілдік келді сенің кешіріліп қойылғаныңа? Сен ақырет әлі қияметте кездескен жоқпыз ғой. Сен ойла. Сонда сендер сүймейсіңдер ме? Алланың сендерді кешіруін дейді. Қай жақпен әкелді Алла Тағала? Сонда Абу Бакр жаңағы аятта қорқып кетіп, жоқ, райымнан қайттым, Алламен ант етейін дейді. Енді мен мистаққа беруімді, жұмсауымды ешқашан үзбеймін. Міне осыны айтады Алла үшін деп. Көрбе, сонда амалды заяға кетіп қалудан сақтайды да. Абу Бакр бірден қайтады. Болды, Алла үшін істеліп келді деп саналады. Осыған дейін де, кейін де. Алла өте кешірімді, өте рахымды дейді. Сондықтан да мына жерде өте үлкен қасиет тұр. Бұл қасиетсіз иманның ләззатын тану, иманның тәттілігін сезу әсте мүмкін емес. Кімді сүйсеңіз де, ата-анаңызды да жақсы көрсеңіз, Алла үшін сүйеңіз. Неге? Күндердің бір күні ата-анаңыз бір айтпа деген сырыңызды біреуге айтып қойыпты. Мысалы, сен ойлама сынақтан аман қалам деп. Соны естіген кезде Алла үшін жақсы көресіз. Алла мені де ата-анамды да кешіре көр дейсіз, жымиып, ләззат иманда, ләззат, проблема жоқ. Үйге келесінде, анам неге айтқансыз оны? Мен айтып едім ғой, көрме бұл. Алла үшін емес бұл. Анаңнан қателеспеу керек еді, анаң сіздің хақыңызда да. Сіз сол үшін жақсы көріп жүр екенсіз оны. Әйтпесе даусыңыз көтеріліп, бірдеңкені үйретпекші боласыз да. Сонда адамдарға қателесуге мүмкіндік бермейсіз ба сіз? Ал Алла сізге мүмкіндік беру керек қателесуге. Міне қалай жақсы көресің өзіңді. Адамдар сіздің хақыңызда қателеспеу керек. Бер мүмкіндік, қателессін. Тозаққа түспесе болды бұл тән. Бер мүмкіндік адамдарға. Қақып кетуге, аяғыңды басып кетуге, су шашып кетуге. Алла үшін жақсы көр. Сосын пайда іздеме олардан. Біреуге жақсылығыңды жасай бер. Одан бір тозаң салмағындай жақсылық күтпе. Келіп жатса, алхамдулилля, онда ол өзі бір шүкірлі болғаны, бірақ ол үшін жасама. Ол жақтан келмей қалса, көңілің түсіп, мен сонша жасап едім, кемеді, сөйтпеді деген нәрселер ол. Алла үшін сүюді үйренбеген, дүниенің пайдасын көздеген,
пайда ғана болса көңілі көтерілген, пайда келмесе көңілі түскен болмайтын нәрсе болмау керекпіз біз. Мұъмин дегеннен кейін, көрдіңіз бе? Алла үшін сүю. Сізге біреу жаңа жұмыс беріп жатыр ма мысалы? Алла үшін. Егер ол жұмыс берген кісі бір жерде қателесіп қалған болса, сосын ол сондай бір адамның өміріне зиян әкетіп жатқан бір қате болып жатса, сол жерде мынауыңыз болмайды, мынау әділетсіз болып кетейін деп тұр деп айтайын деген кезіңізде жұмыстан шығарып жібере ме екен? Сыналасың, болды. Алла әсте мұқтаж емес. Әлде көңіліне бір ақау түсіріп алам ба? Мен туралы сөйтіп ойлап жүрсе қалай болады? Сосын мен сен жұмыс қалып едім, сенен күтпедім деген сөзді айтса не істеймін? Өзіңізге үлкен, ол адамның ойына келмеген ойларды сіз ойлап жатсыз да. Сөйтіп өзіңізге сондай. Оның ойына мүмкін ондай келмейтін де шығар. Мұны айтқаның жақсы болды деп айтқалы тұрған шығар бәлкім. Сондықтан да Алла үшін деген нәрсесі ол. Қасыңыздағы бір досыңыз қателесіп қалған болуы мүмкін, бір күнә жасап қойған болуы да мүмкін да. Сізді куә қылып Алла тағала әдейі сынауы мүмкін. Куә қылды да, не істер екен осыны көрейікші, бір тақуа болып кеткен жоқ па екен деп. Сол кезде соның қателескен нәрсесін Алла сенің де менің де жамандығым жасырсын. Мен саған не жақсы көрсем, соны өзіңе де жақсы көрем. Ақырет үшін деп сол жерде отырып, онымен насихат айтып, жүрегін қозғап, жан дүниесіне кіріп, бәлкім ол сол қателіктен кейін ешқашан енді сондай бір үлкен тәубаға, ерекше бір қасиетке, тақуалыққа нәсіп болатын шығарған. Сенің бір насихатың керек шығар сол жерде деген дейді. Міне сол кезде де ана күнәні жек көруіңізбен оны қоса жек көріп, араласпай қойып жүрмеңіз. Жаңа Мистақтың өзіне де бере бер деп отыр ғой. Сіз қоғамда ешқашан жаңағы сахабалар сияқты адамдар болады деп, күллі қоғам сондай адамдар болады деген арманнан үзілдіңіз. Бұл адамдар осындай болады. Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің ішінде неше түрлі болады. Алла тағала рақымдылықты өзіне жазған. Күнә қателік істемей сүрінбейтін мұсылман болмайды. Міне соның бәрінде де сізде жаңағындай біреу келіп өзінің айыбын, бір нәрсесін айтып жатса да, соны жақсы көріңіз ол кісіні. Жақсылық қалаңыз оған. Мен емес оның есепшісі, мен емес оған ол нәрсені реттейтін. Ол Құдайдың хақысы да, Алланың алдына кірмейміз, ол жерге озбаймыз. Ол оның рақымы. Оның рақымының қасында біз не ол? Сондықтан да жақсы көргеннен кейін біреуді Алла тағала сол қағиданы қойып беріп жатыр бізге. Алла үшін жақсы көр. Бересің бе біреуге? Алла үшін бер, болды. Одан сізге қайту үшін берме. Бұл тақырып, үзіл. Біреуге жұмыс тауып бер. Одан кейін оны сізді көрмей кетсе де. Алла үшін ұмыт ісіңді, Алла үшін деген ісіңді ұмыт жасаған жақсылығында болды. Соған бір жұмыс тауып беріп едің, жоқ болып кетті деген сөз айтпа. Сен Алла үшін жақсы көр адамды. Ондай болма. Ол әлсіздік болады, осалдық болады. Кешеде мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісіге беріп жатыр, бір кісіге бермей жатыр. Яғни бермей жатқан кісі туралы айтқымыз келеді. Ол бермей садақа сұрап келеді, бермейді. Өйткені оның иманы күшті. Алла тағала оны иманына, пайғамбарымыз оны иманына тапсырып, ол ешқашан маған ренжімейді деп берген жоқ. Садақа өлшеулі болғандықтан да. Яғни бермеген кезде де. Алла үшін. Сол нәрсе. Біреуден барып бастығыңыздан рұқсат сұрап, үйіңізде жаңағындай осындай болып әйеліңіз екеуіңіз жоспар құрып алып, бір жерге барамыз деп, одан бастығыңызға барып сондай көңілмен бізді жібересіз ба? Осындай бір кезекті нәрсеге жібересіз ба? Мен демалысқа дегенде сен жібере алмайын бұлайда десе, альхамдулилля деңіз оп-оңай. Алла үшін. Мені түсінбеді бұл, сұранып едім. Қайтесің өзіңді әлсіретіп, құртып, сондай күйлерде ләззат таппай қаласың. Қиналып, сол күні намазыңды дұрыс оқымай қалуы мүмкінсің. Қиналып, көңіл күйің жоқ, үйге де кеп дастарханды бір соғып, түсінбеді біздің бастық бізді дегендей, екеуміз жоспар құрып едік дегендей нәрселер әйеліне. Кез келген нәрсеге ешкімге ренжімеңіз. Адамдарды Алла үшін сүйіңіз. Сондай бір қағида қойыңыз. Ешкім сізге еш нәрсе беруге міндетті емес. Осы қағиданы қойыңыз. Ешкім сіздің алдыңызда келіп ақталуға да міндетті емес. Керегі жоқ ол нәрселер бізге. Мен ешбір мұсылманды алдымда сүмірейткім келмейді. Абырой беделі биік болсын. Қателесті ме мен хақымда? Мен кешіруге дайынмын деген нәрседе жүріңіз.
қайта Алла мені кешіреді ғой ертең. Сондай сезім ғана жүрегіңізге ләззат береді да. Балаңызды сүйдіңіз бе, Алла үшін сүйіңіз, намазына, өтірік айтпауына, сол нәрселеріне қарай тәрбиелеп. Көршіңізді сүйдіңіз бе, көршіңізбен де екеуіңіз күрекпен бірнеше жұмыс істеп жатып, сөйтіп жатқан кезде көршіңіз бір кезде біреу туралы ғайбатты бастап қалған кезде, тоқта. Кішкентай өсек сөздің өзінде адалдығыңды сақтай біл бауырыңа. Мына тақырыпты айтпайық. Алла оны да, сен айтқалы тұрған адамды да, екеумізді де кешірсін. Міне осыны айтады Алла үшін сүю деп. Егер де ары қарай тыңдай берсең, сен оны Алла үшін сүйген жоқсың. Сен жүрегіңе жағатын тақырып, тема общий жақсы келіп қалды екеуіңе де. Сондай бір ортақ тақырыптар үшін, сондай нәрселер, мысалы, құр әйелің болғандығың үшін емес. Бағанада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр ғой, кім Алла үшін некелессе деп та. Некелесудің өзінде Алла үшін. Егер де сіз менің ойымдағыдай болмайды бұл әйел, дұрыстап таңдамадым ба деген бір әлсіздіктерді салады шайтан ойға. Сен ойлайсың, өзің ойлап, тақырыбың бірдей келіп қалды, басқа шешімің жоқ. Сол әлсіздігіңізді пайдаланады да, сонымен өз ісіңде өзің күмәнданып. Сол секілді хайыр деген сөзді біл. Бұл нәрседе жақсылық бар, иншалла. Ода да қателік болады, сізде де қателік бар. Ең басты нәрсе адамдардың сіздің хақыңызда қателесуіне мүмкіндік бер. Мүмкіндік бер. Өзіңді сондай бір қымбат қылма. Қымбат адамдар жәннатқа кіре алмайды өтіп. Өзің қымбат қылғандар жәннатқа кіре алмайды. Сондықтан да Алла үшін сүйетін болсақ, жүрегің тыныштық табады. Сол кезде ғана сіз тәуелсіз боласыз, тәуелсіз. Әйтпесе сіз тәуелдісіз. Көрінген нәрсеге тәуелді болатын ондай адам Алланың шынайы құлы бола алмайды. Кешегі иман ақиқатына жетпейді, иманы кәміл болмайды. Немесе мына хадистегідей иманның тәттілігін татпайды деген нәрселер міне соған байланысты. Үшінші нәрседе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ва ан якраха ан ягуда фил куфри." Күпірлікке қайтып оралуды жек көруі дейді. Бағдайыз анқозахуллаху минху. Алла тағала оны одан құтқарғаннан кейін, тура жолға салғаннан кейін. Қаншалықты дәрежеде жек көру керек күпірлікке қайтып оралуды дейді. Кама якраху ан юқзафа финнари. Ертеңгі күні тозақтың ішіне лақтырылып жіберілуін қалай жек көрсе, тозақтың ішіне тасталуын қалай жек көрсе, күпірлікке қайтып оралуды солай жек көру керек дейді. Аның бәрі махаббатпен байланысты нәрсе. Алланы сүю деген мағынада. Өйткені Меккелік кезеңнің өзінде де, мысалы айтайық, Мединалық кезеңде адамдар топырлап дінге кіріп жатқан кезде де белгісіз, бәлкім біреулер құр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында сондай бір ерекше билік болғаннан кейін кірді ме екен. Меккені ашқан кезде 10 000 әскермен келген, ондай әскер ешкімде жоқ араб жазирасында. Қорқып кірді ме екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондықтан ниеттерді растап алуларына, адамдардың әрқайсысы өз ниетіне өзі бір назар аударып, соны бір түзетіп алуына осындай нәрселерді айтты. Мысалы, Меккелік кезеңде Эфиопияға көшіп кеткен сахабалардың іштерінде Умму Хабиба болатын, Абу Суфиянның қызы. Ол күйеуімен бірге көшіп кеткен болатын. Сира кітаптарында сол кісінің күйеуі Эфиопияға көшкеннен кейін, ол жақта насаралық дін болғандықтан насаралықты қабылдап кеткендігі туралы айтылады. Эфиопияға мұсылман болып көшті да, сосын сол жақта насаралықты қабылдап, сол жақта дүние салады. Ол әйеліне де ауыр тиеді Умму Хабибаға. Сонша амалмен хижрат жасап, мұсылман болып кеп, сосын сол жақта насара болып кету деген. Соның көңілін емдеудің де бір жолы ретінде, мысалы, Наджаши сол жақтағы Умму Хабибаға пайғамбарымыздың атынан мәһір беріп, пайғамбарымызға күйеуге шығады ғой бұл кейін. Көңілін көтеру мақсатында да. Діннен тайып кету деген нәрсені ескертіп жатыр бұл хадис. Неге? Өйткені сондай бір замандар келуі мүмкін. Бізге мысалы жаңалық емес, кеңес үкіметінің заманында жаңағыдай коммунист болып кеткеніміз
атеизм деген нәрселерге бүкіл мектептерде маймылдан жаралған деп кәдімгі сеніммен айтылған. Қараңыз. Ол бір жаңа үйлерде балалар мектептен алғаш сол нәрселерді тыңдаған кезде бір аталар, әжелер болған. Балам, негізі ол олай емес, Алла жаратқан бізді деп бір әжелер бір сөз қалған болуы мүмкін, бірақ мектептерде сондай дәрежеге дейін сөйлеген кездеріміз болған дегендей. Оп-оңай екен ол. Көрдіңіз бе? Азғантай жылдың ішінде болды. Сол сияқты сондай бір қауіп қатерлерден пайғамбарымыз асан бізді сақтағысы келеді. Өйткені иман жолы ол сынақ жолы. Кешегі Муаз ибн Жабалға айтқан өсиетінде айтылғандай, Алла Тағалаға еш нәрсені ширк қоспа. Ла тушрик биллахи шайян. Аллаға еш нәрсені ширк қоспа. Ва ин қутилта ва хурриқта дейді. Муазға айтып отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Йеменге жіберіп отқан кезде. Тіпті сол сенім үшін өлтірілсең де, сені өртегелі жатса да. Қараңыз. Неге? Қорға Аллаға деген махаббатыңды. Сіз ойлаңыз, пайғамбарымызбен Бәдір шайқасында соғыс болған кезде, сіз көрсеңіз, ана мүшриктердің көсемдерінің күпірлікті сүюінде қалай аяғына дейін болғандықтарын, берілмей өлгендерінде, сонда адам күпірлікке адал болады екен. Қараңыз. Ал Алла ең лайықты емес пе? Сондықтан да Аллаға деген махаббатыңды қорға, сатпа. Өйткені жаңағы діннен безу деген нәрсе тұр ғой. Дінді сату деген нәрсе. Мына жақта пайғамбарымыз сөзі солай айтып отыр. Жек көруі күпірлікке қайтып оралуды дейді. Күпірлікке қайтып оралуды. Ал енді бір қауым солай күпірлікке қайтып оралған болса, ол Аллаға ешқандай зиян тигізе алмайды. Алла Тағала тіпті былай деп айтады. Я аyyuhallazina amanu, иман келтіргендер, май яртадда минкум ан динихи, кім сендерден дінінен бас тартса, дінінен шығып, басқа діннің өкілі болып кетсе. Қараңыз. Басқа діннің өкілі болып кетсе, фасауфа я'тиллаху биқаумин. Онда Алла Тағала жақында басқа қауымда келеді. Қараңыз. Сосын ол қауымның сипатына қараңыз енді. Юхиббухум, Алла оларды сүйеді дейді. Көрдіңіз бе? Ва юхиббунаху, олар Алланы сүйеді дейді. Міне. Діннен безу деген Алланы сүймеймін деген сөз бітті. Алла, сен маған керек жоқсың деген сөз ол. Ол сату Алланы. Сату. Осындай нәрсеге дейін сынаған Алла Тағала қаншалаған үмбеттерді. Шынымен де өртке тасталғандар болған. Ор жағылап, оттың ішіне тасталғандар болғанда, сонда да сол нәрседе белсенді, мықты тұрған, қайтпай. Жердің ішіне көміп қойып дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Жерді қазып, ішіне көміп, басын арамен келіп, ал қайтасың ба, қайтпайсың ба дініңнен деп, қайтпайым деген кезде, басын аралап жатқан кезде де қайтпайым деп араланып жатып өлген адамдар болған дейді. Сендерге дейінгі буындарда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Ал олардың біреулеріне тіпті сондай бір тырмауыш сияқты темірді әкеп, қайтасың ба дініңнен деп, қайтпайым, сатпайым Алланы деген кезде, жаңағы тырмауышты денесіне қадап, теріні бөлек ажыратқан дейді, ауыртып, еттен сыпырып та, қайтасың ба дегенде, қайтпайым, қайтасың ба, қайтпайым деген осындай күйде жан тапсырған адамдар болған дейді, пайғамбарымыз сахабаларына айтып отыр. Ал сендер бүгінгі күні қайдағы бір олармен салыстырғандағы болмайтын қиыншылықтарға шыдай алмай жатсыңдар дейді. Міне. Көрдіңіз ғой. Мысалы, біз қазір күпірлікті айтпасақ, күпірлік деген мәселені былай қоя тұрайық. Алла Тағала біздің біреуімізді жаңағындай тура жолда емес едік, тура жолға алып келді. Намазда жоқ едік, намазға алып келді деген тақырыпта сөйлейік мысалы. Харамда жүрген едің, халал өмірге алып келді дегендей нәрсе. Кімде-кім сол харамына, намазсыз өміріне, тура жолсыз өміріне қайтып баруды қаласа, ол да осы нәрсеге келеді. Мысалы, әзілдеп отырып мынандай нәрсе болуы мүмкін. Кезінде мысалы құмар орындарын ойнаған біреу, ешқандай арам ниет жоқ, маған айтты ғой, бәрі жақсы ниетпен болып отырады деп. Сөйтіп отырады да,
қонаққа келді да, енді намаз бастаған, сонымен айтуы мүмкін, ойнап жүрмейміз ба деп қалуы мүмкін да біреу. Ойнайын деп тұрған жоқ. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мән қауля тағала нуқомир фәлиятасаддақ." Кім сендердің іштерінде ескі әдетімен әзілдеп, кел ойнап жіберейік құмарда десе, міндетті түрде барып садақа берсін деген. Егер садақа бермесең, сен проблема жасадың, сен бұрынғы тақырыптарды еске алып жатсың. Оны біреулерге күлдіртіп, олардың жүрегінде ол өшудің орнына қайда жаңғыртып жатқан сияқты болып, ана жерде біреу шынымен де өз ойнағысы келіп әрең сақтап жүрген еді, сенің сөзіңнен кейін казиноға кетіп қалуы мүмкін. Білмейсің да. Ол нәрселер жек көрілу керек. Біз айтып отырық, ол жаңағы сіздің адам сондай нәрсені істеп қойса, адамды жек көрмейді, істі жек көру керек. Сол істі жек көргендіктен бауырыңа деген адалдықты сақтап, насихат айта аласың. Мынау нәрсе болмайды дегендей нәрсе. Бауырыңды жақсы көріп айтасың оны. Немесе алып қоймаймыз ба дегендей нәрселер. Ол сондай нәрселер болуы мүмкін. Жаңада бүйтіп реттеліп жатқан кезде немесе жумайсың ба деген сөз айтылуы мүмкін намазхандардың арасында. Көлік алып жумайсың ба деп. Мына жерде халал асхана бар дегендей. Сол сөздердің өзін қолданбаңыз ешқашан. Ол сенің тақырыбың емес. Ол кезінде бізді адастырған кездегі қалыптасқан сөйлемдер еді, сөз тіркестер еді. Олардың күллісі қалу керек өміріңізден. Ендігі сөздердің барлығы дұрыс. Алла Тағала елшісі күллі нәрседен сүйікті болғаннан кейін, сол Алла мен елшісіне жақсы көретін сөздер сөйлену керек. Алла мен елшісі жақсы көретін мәмілелер жасалу керек арамызда. Алла мен елшісі жақсы көретін қарым-қатынастар, істер, амалдар. Сондықтан иманның ләззаты, иманның тәттілігінің дәмін тату деген кезде, сол әрбір құлшылықтың жасап жатқан әрбір салиқалы амалыңыздың қасында махаббат болу керек екен. Соны мен махаббатпен, әрдайым махаббатпен орындай алмаймын. Мына үш қасиет біздің бойымызда жүзеге аспайынша. Күллісі орынға қойып беру ғой. Сондықтан бірінші қасиет бұл жерде Алла және елшісі екеуінен басқа күллі нәрседен сүйіктірек болу керек. Андай бір тонкий мәселе де бар да. Мысалы, бұл екеуміздің өзіміздің ортақ тақырыптарымыз бар, ұнайтын. Екеуміз бір кітап оқуымыз мүмкін, екеуміз бір ұстазды жақсы көруіміз мүмкін дегендей нәрсе да. Сөйтіп, басқа нәрсе туралы екеуміз сөйлесіп жатқан кезде, басқа біреу туралы сөйлесіп қалған кезде, мен сондай әңгіме бастап жатырмын, анау деп бастап жатқан кезде, бұл кісі мені тоқтату керек. Мені екеуміз бір нәрседе жүргендіктен сүйсе, ол Алла үшін сүйіп жатқан жоқ. Бос нәрсе ол, есіңізде болсын. Бос нәрсе ол. Құр тобыр топ боласың. Мен әрбір мұсылманды, әрбір мұсылман үшін жанымды бере алу керекпін. Егер бере алмасаң, онда ол бос нәрсе сенің Құран сүннет деп жүрген нәрсең, есіңде болсын. Өйткені бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті. Жақсы көресің бе? Алла үшін жақсы көремін, болды. Маған міндетті түрде ұнағаны үшін емес. Мен бұл кісіге апарып, қазір бір дәлелді айтсам да, бұл кісі ол дәлелімді менің қабылдамай қалса, мысалы, менің өзінде бар дәлелі, менің дәлелімді қабылдамай қалса да, бұл маған ешқандай әсер етпеу керек ол нәрсесі. Мен дәлелімді міндеттей алмаймын, ол дәлелмен тұрған болса. Мен Алла үшін жақсы көрем оны. Дәлелімді қабылдаған үшін емес. Егер дәлеліңді қабылдаған үшін қуансаң оны, құшақтай алсаң, дәлеліңді қабылдамай, менде мына дәлел бар десе, құшақтай алмасаң, бос нәрсесің, есіңде болсын. Просто алданасың. Алдануың ғана мүмкінсің да, менікі осындай дегендей нәрсе. Сондықтан бағанағы Алла мен елшісінен басқа күллі нәрседен дегендей нәрселер. Не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге мысалы сондай мағыналарды айтады? Ешкім иманның ақиқатына жете алмайды. Өзінікі рас бола тұра дауды тастамаса, сахих хадис. Мысалы, иманның ақиқатына қол жеткізе алмайды дейді болды. Ла юъминул абду алимана куллаху деп келген тіпті бір хадисінде, ол толыққанды кәміл иман келтіре алмайды. Хатта ядағал мироа ва ин кана садиқан. Рас болса да, өзінікі рас болса да дауды тастамайынша. Міне сол нәрселерде дауды тоқтата алмауың Алла үшін сүю деген жоқ ана жерде.
Сен өзіңдегіні сүйгізгің кеп тұр да. Өзіңдегіні сүйгізгің кеп. Қарсы ба? Сондай нәрселерді баланың мінездерін қою керек. Бұл дін өте үлкен мағыналар бар. Өйткені сіз бен біз көрмей отқан, сіз бен біз ойламай отқан сыртымыздағы исламның дұшпандары бар. Біз оларға оңай болуымызды қалайдылар. Оңай. Біз оларға қиын болу керекпіз. Түсіндіңіздер ме? Бізді алдайым десе алдай алмайтын, қулық сұмдыққа ұшыратам десе ұшырата алмайтын, фитне жасайым десе жасата алмайтын. Біз сондай болу керекпіз. Бізді бір-бірімізге қарсы қоя алмайтын дәрежеге. Сол үшін мына нәрсе болып жатыр да. Алла мен елшісі күллі нәрсе, күллі темаңнан артық тұру керек, тіпті керек болса. Сондай дәрежеде сүй, айтып отыр қой бағана. Сүйгің кеп тұрған ғалымды, бірақ Алланың елшісі жоғары тұру керек. Сүйетін адамыңды. Бағана айтып отыр көсеміңе дейін, бірақ есіңде болсын. Алла және елшісі жоғары. Сосын сүйген шейхің қателеспейді деген сөзден арылыңыз. Ол тек пайғамбардың сипаты. Тек бір нәрседен ғана сұрап, сол жерден ғана сұрау деген нәрсені де қойыңыз. Өзіңіз білмей қаласыз, қаншалықты былай ауытқып кеткеніңізді. Солай алданасыз. Кез келген нәрсе адамды алдауға дейін апарады да. Сондықтан да иншалла осы үш қасиет қайталап өтейік. Иншалла Алла және елшісі екеуінен басқа күллі нәрседен сүйіктірек болуы. Екінші, қайсы бір адамды жақсы көрсең, оны тек қана Алла үшін ғана болмаса, басқа мақсат көздеп жақсы көрмейсің. Сондай-ақ тозаққа тасталуды қалай жек көрген болса, Алла оны тура жолға салғаннан кейін көпірлікке оралуды соншалықты жек көру дейді. Жаңа бізге қатысты бағана айтып отқанымыз, бұрынғы әдеттерге қайтып оралуды жек көру керекпіз. Бұрынғы әдеттер, сөзде, жаргонда, қылықта, анау-мынау мінезде, әзілде түгел нәрсесі қайтып оралуды жек көру керекпіз. Алла бізді ол нәрседен құтқарғаннан кейін. Егер де осы нәрселер болса, Құдай қаласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманның тәттілігін сезесіңдер деген уәдесін беріп отыр. Алла Тағала баршамызға осы жақсылықты нәсіп етсін, құрметті жамағат. Субханакаллахумма бихамдика, нашһаду ан ла